Орал қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді 9 мамыр ұлы жеңіс мерекесімен Жаңғырған атындағы университет ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймын. Биыл ұлы жеңістің 76 жылдығы. Ең алдымен бұл мереке бүгінгі бейбіт заманды сыйлаған, отан үшін от кешкен майдангерлердің мерекесі. Сондықтан біз ардагерлердің ерлігін тағзым етіп, олардың алдында басымызды иеміз. Аға ұрпаққа құрмет көрсету, ерлігін жас ұрпаққа үлгі ету біздің парызымыз. 30 жылдық тарихы бар тәуелсіздігіміздің тұғырды болуы, елдігіміздің бекем болуы, батыр бабаларымыздың ерлік жолының жалғасы. Сіздерді осынау қасиетті де қастерлі мейраммен құттықтай отырып, баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырақтарыңызға береке тілеймін. Ұлы отан соғысы және тыл ардагерлерінің біздің отанымыздың бостандығы үшін шайқастардағы ерліктер ешқашан ұмытылмайды. Кейінгі ұрпақтың жарқын болашағын қорғау үшін өздерінің азаматтық және патриоттық парыздарын абыроймен орындады. Бүгінгі мереке күні ардагерлерге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыларына құт-береке тілеймін. Жеңіс күні құтты болсын. Мы всегда встречаем День Победы с особым трепетом и почтением. Все меньше среди нас остается ветеранов, людей, которым мы обязаны за мирное небо, благодаря которым мы знаем о войне через книги и фильмы. Поэтому в первую очередь я хочу поздравить ветеранов, поблагодарить их, низкий поклон вам, а нам пожелать мира, дружбы, согласия, добра, благополучия. С праздником, с Днем Победы! Мое поколение было воспитано ветеранами Великой Отечественной войны. Их подвиги, их имена были для нас примером и ориентиром в жизни. Мы, воины-афганцы, выполнили свой интернациональный долг, выполнили свои боевые задачи. И сегодняшние защитники нашей Родины, вооруженные силы Республики Казахстан, и наша молодежь, я хочу им пожелать, чтобы они стали такими же верными, преданными защитниками Республики Казахстан. В преддверии праздника 9 мая хочу пожелать ветеранам войны, труженикам тыла, всем казахстанцам здоровья, счастья, и чтобы наша Родина, Республика Казахстан, процветала. Бұл күн әр отбасының, әр адамның тарихымен мәңгі байланысты күн. Майданда да, тылда да жанқиярлықпен күрескендердің ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Құрметті ардагерлер, сіздерге шын жүрегімнен денсаулық, ұрпақтарыңыздың қамқорлығы мен ықыласына бөленетін алаңсыз күндеріңіз көп болсын деп тілеймін. День Победы – великий всенародный праздник. С каждым годом все меньше и меньше ветеранов остаются среди нас, но память о их подвигах и о тех грозных временах не сотрется никогда. Так давайте же оберегать наше мирное небо, окружать любовью и заботой наш мир. Пусть салют Великой Победы наполняет сердца каждого радостью и гордостью. Пусть война не коснется наших будущих поколений и дает обычные радости, искренность близких людей, верную дружбу и любовь.